Сіздермен мынандай теңдеу қарастырайық. 5-тен 2x тең болады 10 деген. Мына теңдеуді қалай шығарамыз? Егер сіздің жауабыңыз мындай болса, x-тің, яғни белгісіз санымыздың алдындағы коэффициенті 5-тен 2-ге 2-ден 5-ті көбейтсек, 2-ден 5-ті көбейтіп, көбейткенмен қатар бұны тек сол жағын емес, оң жағына да көбейтейік. Көбейтілген 2-ден 5. Онда сіз дұрыс таптыңыз. Себебі тек x-тің өзін табу үшін, бізге 5-тен 2-ден құтылу үшін, бізге оған кері санды көбейтеміз. 5-тен 2-ге кері сан, ол бізде 2-ден 5. Бұны жай ғана алым мен бөлімін орын ауыстырып жаза салады екенбіз. Енді шығарайық. Бөлімдерін өзара көбейтіп, алымдарын өзара көбейтіп жазсақ та болады. Сонда бізде 10-нан 10 болып қысқарып тек x-тің өзі қалады. Немесе өзара мына бірдей сандарды қысқартайық. 2 менен 2-ні, 5 пен 5-ті қысқартқанда, 5-ті 5-ке қысқартқанда 1-ден болады, 2 мен 2-ні қысқартқанда 2-ге бөлеміз деген сөз, сонда 1-ден 1 болады. Яғни x-тің өзі қалады. Сонда x тең болады 10-ды алымына 5-ке көбейтіп жіберейік. Немесе 10 мен 2-ні қысқартсақ та болады. Біз толық көбейтіп жазайық. Сонда 2-ден 50 шығады. Немесе 50-дің жартысы 2-ге бөлеміз, 25. Сол жауап шығады. Тағы бір мысал қарастырайық. 14 тең 3-тен 7 b деген теңдеу берілсін. Байқап тұрсақ, бұл теңдеулер бізге пропорцияға өте ұқсас. Мұндағы b айнымалысын табу үшін бізге 3-тен 7-ден құтылу қажет. Ол үшін бізге 3-тен 7-нің кері санына көбейту керек. 3-тен 7-нің кері саны 7-тен 3 болады. Біз тек қана алым мен бөлімін орын ауыстырып жібердік. Оң жағына көбейтсек, сәйкесінше сол жағына да көбейтеміз. Көбейтілген 7-ден 3. 14-тің бөлімінде бізде 1 деген сан бар. Сонда мұндағы b-ның өзі қалады. 3 пен 3, 7 мен 7 қысқарып, бұның өзі қалады, тең. Біз мұнда 3-ті 14-ке көбейткен мәнін, бөліміне 7-ні 1-ге көбейткен мәнін жазаламыз. Алайда біз оны мұнда 7 мен 14-ті өзара қысқартайық. 7 мен 14-ті 7-ге қысқартайық. 1-ден және 2-ден. Сонда 3-ті 2-ке көбейтсек 6. Бөлімінде 1. Сонда бұмыздың мәні 6. Тағы бір мысал қарастырайық. 6-дан 1a тең 3-тен 2 деген. Мұндағы айнымалы a-ны табу үшін 6-дан 1-ден құтылуымыз қажет. 6-дан 1-дің өзара кері саны қандай? Орын ауыстырып жазып жібереміз. Сонда 1-ден 6 болады. Көбейтілген 1-ден 6 сол жағына және оң жағына көбейту 1-ден 6. 6 мен 6 өзара қысқарады. Сонда a-ның өзі қалады. Ал мұнда 3 пенен 6-ны қысқартып жіберейік 3-ке. 3-ті 3-ке 1-ден, 6-ны 3-ке 2-ден. Сонда 2-ні 2-ке көбейтіп 1-ге бөлсек 4. Жауабы 4 екен.